Қазақстанның мемлекеттік қарызы 2025 жылы өткен жылмен салыстырғанда 2 есе өседі, яғни 25 триллион 692 миллиард теңгеге жетеді. 2021-2023 жылдарға арналған бюджет жобасы қаралған мәжілістің жалпы отырысында осындай деректер келтірілді. Қарыздың өсуіне алдымен пандемия, жаһан экономикасының тоқырауға ұшырауы себеп болып отыр. Тілшіміз толықтырады. Келер жылы қарыз жалпы ішкі өнімнің 30,3, 2022 жылы 30,5% дейін жетеді. Ал елімізде мемлекеттік қарызды жалпы ішкі өнімнің 27%-нан асырмау туралы лимит бар. Депутаты неоднократно поднимали вопрос госдолга. Депутаттар мемлекеттік қарыздың мәселесін осыған дейін де талай көтерді. Соған қарамастан қарыз көлемі шекті лимиттен асып кетті. Осы мәселені шешу үшін бюджетке түсетін ауыртпалықты азайту үшін қандай жоспар бар? Ұлттық экономика министрінің мәліметі бойынша, қазынаға қарыздан түсетін салмақ бюджет тапшылығын азайту арқылы жеңілдетіледі. Яғни келер жылы жалпы ішкі өнімнің 3,4%-на теңессе, 2023 жылы 2,1%-на дейін түседі. Государственный долг находится на безопасном уровне. Мемлекеттік қарыз қазір қауіпсіз деңгейде. Жалпы ішкі өнімнің 27%-нан асырмау біздің ішкі шектеуіміз болатын. Халықаралық ұйымдар жалпы ішкі өнімнің тең жартысын мемлекеттік қарызға бөлуге рұқсат етеді. Тіпті пандемияға байланысты лимитті одан да көтеру қарастырылып жатыр. Енді сандарды сөйлетейік. Келер жылдан бастап экономика тұрақты өсім көрсетеді. 2021 жылы жалпы ішкі өнім 2,8, 22 жылы 3,7, 2023 жылы 4,6%-ға дейін өседі. Инфляцияда 23 жылға дейін 4-5% шамасына түседі. Ұлттық қордан алынатын трансфертке келсек, келер жылы 2 триллион 700 миллиард, одан кейін 2 триллион 400 миллиард, ал 23 жылы 2 триллион 200 миллиардқа дейін азайтылмақ. Яғни 3 жыл ішінде қордан алынатын қаржы жарты триллион теңгеге азаяды. Болжам бойынша бюджет түсімі алдағы 3 жыл ішінде 600 миллиард теңгеге өсіп 12 триллион теңгеге жетеді. Ал шығындар 14,5 триллион теңгеден 13,9 триллион теңгеге дейін азайтылмақ. Жалпы шығындардың жартысынан көбі әлеуметтік саланы дамытуға бағытталған. Алдағы 3 жылдық бюджетте ең біріншіден пандемия кезінде азаматтарды қолдау жағдайы ескерілді. Сонымен бірге жылдағы дәстүр бойынша экономиканы дамыту, әлеуметтік міндеттер, денсаулық, білім, еңбек салаларына ерекше назар аударылды. Отырыс барысында биылғы бюджетте нақтыланды, яғни бюджет кірісі 185 миллиард, ал шығыны 205 миллиард теңгеге ұлғаятыны белгілі болды. Коронавируспен күреске 238,7 миллиард теңге бағытталады. Экономиканы дамыту